Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге колбаса қосылмайтын әрі ең оңай әрі тез жасалатын, уақыттарыңызды экономдайтын осындай керемет дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен сыр керек. Менде видеода көріп тұрғандарыңызды осындай ғана мөлшерде сыр алдым. Бұл менде бір порцияға арналған мөлшер болып саналады. Осы сырымызды жақсылап кубиктеп, жаңағы төрт бұрышты қылып жақсылап турайтын боламыз. Қатты ұсақ болып кетпеуі де керек, өйткені біз қазір жаңағы салатқа қосатын заттарымыз турауға келмейтін заттарымыз бар, солардың формуларымен бірдей болу керек. Міне сырларыңыз көріп тұрғандай осындай ғана қылып турадым. Ендігі кезекте піскен 3 жұмыртқамызды алып, оны ішіндегі сарысымен бірге турап алатын боламыз. Жұмыртқаларыңызды міндетті түрде жаңағыдай төрт бұрышты кубик түрінде тураңыздар, қатты ұсақтап тураудың да қажеті жоқ. Ендігі кезекте консервіленген дүкеннен салынған осындай жүгерілеріміз керек. Жүгерілеріміздің суын міндетті түрде төгіп, құрғақ күйінде салатымызға қосатын боламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз қоссаңыз да болады, және майонез қосамыз да жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді сіздерде осында домалақ кольцо болатын болса, сол кольцоларымыздың ең кіші бөлігін размеріне қоямыз да үстіне салатын қосып, жақсылап қасықтың көмегімен нығыздап басатын боламыз. Жақсылап нығыздап басып болғаннан кейін үстінде осындай қызыл немесе қара икраларымызды салып, жақсылап қасықтың көмегімен жан-жағына қаратай тартып, жаймалап холодильнигімізге жарты сағатқа қойып, одан кейін ыдысынан суырып алатын боламыз. Міне біздің салаттарымыз дайын болып шықты. Сіздермен бірге болған Жанат, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.